Ең алдымен жақсылап ашығып көтерілген қамырымызды осылай фу-фу еткізіп тоғыз және бір кішкене бөлікке бөліп формамызға келтіріп аламыз. Және оны кезек-кезегімен дөңгелек қылып жая отырып, арасына кез келген начинкаңызды пайдаланып, осылай видеодағыдай әдемі етіп орап шығамыз. Және оны дөңгелек формамызға әдемі етіп орналастырып, 15-20 минутқа бетін жауып қоясыздар көтерілгенше. Содан соң бетіне жұмыртқаға кішкене сүт қоса отырып бетіне жағып, әдемілеп қызарғанша пеште пісіріп аламыз. Суыған соң сіздерге суыған түрін көрсетейін қыздар, қарап алыңыздар. Өте жұмсақ, дәмді, көтеріліп, керемет болып піседі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Жасаған соң еш өкінбейсіздер. Сіздерге сәттілік, ал бізге ас болсын.